Қазақстанды берекелі алтын астықты мемлекет ретінде қарастыратын болсақ, ең алдымен есіне елдің басты астық қоймасы атағын лайықты иеленген Қостанай өңірі еске түседі. Ордабай атанып дүниеге келіп, Новониколаевск болып тай-тай басқан Қостанай атымен есейіп, ержетіп, гүлденіп, бүгінде Қостанай облысының орталығына айналған қаланың құрылғанына биыл 145 жыл толып отыр. Қаланың құрылу тарихына көз жүгіртер болсақ, мұрағат деректері бойынша 1879 жылы Тобыл өзені жағасында Қостанай мекеніне Орынбордан 300 отбасы қоныс аударады. Ал 1881 жылы облыс губернаторы ішкі істер министріне Ресейдің әртүрлі губерниялары мен облыстарынан қоныс аударғандар саны 1262 отбасына жетті деп жазды. 1893 жылдың 1 қазанында мекенге ресми түрде Новониколаев атымен қала мәртебесі беріледі. Ал 1895 жылдың 8 ақпанында Ресейдің соңғы императорының жарлығымен Новониколаев қаласы мен уезге Қостанай атауы беріледі. Енді бой көтеріп келе жатқан жаңа қала туралы Ресей жазушысы Владимир Дидлов қалаға 1892 жылы келіп, ол туралы бізге сонымен мұжық жұмағы, жаңа қала, еркін қала, Қостанай деген осы. Үстел бетінде тептегі шанды далада, даланы кесіп өтетін жартылай құрғап қалған Тобылдың жағасында бірде-бір бұта немесе ағашы жоқ Қостанай тұр. Кендігі ат шаптырым көшелері бір-бірімен кеселесіп қиып өтеді деп сипаттама береді. Алайда 1895 жылы жарық көрген Брокгаус бен Ефронның сөздігінде қала туралы мүлде басқаша. Қостанай Торғай облысындағы Тобыл өзені бойында Орынбордан 919 шақырым жерде орналасқан қала. Қостанай Американ үлгісі бойынша таңқаларлық шапшаңдықпен салынды. Оны қоршап тұрған дала топырағының ерекше құнарлығы, сауда мен өнеркәсіптің тоқтаусыз дамуы оған Орынбор және Троица қалаларымен бәсекеге түсуге мүмкіндік береді деп жазылған. Қостанай қаласының аты қайдан шыққаны туралы аңыздар көптеп кездеседі. Кейбір деректерде Қостанай атауын Танабике атымен немесе бір кездері осы жерлерде тұрған екі қыз Тана және Танай аттарымен байланыстырады. Келесі бір нұсқада қала атауының шығу тарихын Ұзын Қыпшақ тайпасы Алтыбас руынан тараған Алтыбастың ұлы Тінейдің Сатай мен Санай атты ұлдарымен байланыстырады. Сатай мен Санай туған өлкені жаулардан қорғаған, бүкіл өлкеге даңқты болған батырлар. Аңыз бойынша бұл жерлер сол ағайынды батырларға тиісті болса керек. Сол кезден бері халық бұл өңірді екі батыр, екі ағайынды Тінейлер жері деп атап кеткен, яғни Қостіней жері. Уақыт өте келе Қостіней өзгеріп Қостанайға айналған деген аңыз берілген. Қостанай қаласының даму тарихында маңызды рөлді тың және тыңайған жерлерді игеру жұмыстары атқарды. Ұлан байтақ елдің түкпір-түкпіріне мұнда алғашқы тыңгерлер ағыла бастады. Қала аса зор тасымалдау орнына, үлкен істер орталығына айналды. Тұрғындар саны күрт өсті. Бұрын-соңды болмаған қарқынмен тұрғын үйлер және өнеркәсіптік құрылыстар салынды. 1974 жылы қостанайлықтар тамаша сыйлыққа теміржол вокзалы ғимаратына ие болды. Ал келесі жылы жаңа әуежай өзінің алғашқы жолаушыларын қарсы алды. Қазіргі таңда қаладағы жаңа индустриалдық инновациялық жобалар енгізу қарқыны қуантады. Олардың қатарында қайта қалпына келтіру және дизель зауытындағы аңыз-ман жетілдірілген двигательдер шығару, Әйгерім жауапкершілігі шектеулі серіктестігіндегі түс қағаздар мен линолеумдер шығару, Қостанай аяқ киімдер фабрикасы, Баян сұлу кондитер фабрикасы секілді кәсіпорындарды жатқызуға болады. Завод жатыр қаланың секілді от жүрегі, жерінің кен қатпары, көмір темір тас түбі, республика мақтаны Қостанайдың астығы, жаны жайсан Досқабай, жібек желі тұр есіп. Өзімізбен Қостанай келе жатыр бір өсіп деп. Торғайлық ақын Сырбай Мәуленов жырлаған астық өлкесі бүгінгі күні Қазақстанның ең гүлденген, өзіндік ерекшелігі бар төлтума облыс орталықтарының біріне айналған.